Армысыздар, құрметті көрермендер. 9 мамыр еліміз үшін үлкен мейрам. Бүгінгі мерекелік бағдарламамыз Ұлы Отан соғысында құрбан болған, сондай-ақ бүгінде ортамызда жүрген ардагер аталарымыздың және қазақтың қайсар қыздары болып жадымызда қалған апаларымыздың да құрметіне арналады. Батыр ұл есімдер ақталады, жыр болып жүректерге сақталады, ғасырдан ғасырларға аңыз етіп, ұрпағы мәңгі бақи мақтанады. Нұрали кішкентай бүлдіршініміз қонақта. Ең қуантатын жайды айтайын ба саған? Яй жере тыңдап тұрмын. Өзі кішкентай болса да, отанға деген жүрегіндегі махаббаты барлық көрермендерімізді тәнті ететініне сенемін. Алдарыңызда Абзал Үңкәр. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды да өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемім қыбырлаған, бәр маған отан деп сыбырлаған. Жаныммен кеудемді жарып шыққан, бұстырғай боламын оның шырылдаған. Отаным бәрінен биік екен, мен оны мәлікке сүйіп өтем, отанды да сүймеуі де күйік екен, отанды да сүйгені де күйік екен. Міне, ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Иә, өз әнұранымыз, өз елтаңбамыз, әрқашан биіктен көрінер туымыз бар. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Достар, бүгінде патриот досымыз, аяулым, бізді, отанымызды жақсы көруге, қастерлеуге шақырады. Ендеше назар аударайық. Армысыздар, құрметті көрермендер. Міне, Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына бірнеше жыл өтті. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін тарихта мәңгілік қалатын күн. Ұлы жеңіс күні елі мен жері үшін жанын пида еткен, туған жеріне, ауылына оралмай қалған қаһарман ерлерді бүкіл елі болып еске түсіреді. Айқас алаңдарында өшпес ерлік жасаған 100 қазақтың ең соңғысын арада 50 жыл өткен соң Бауыржан Момышұлы алды. Кеңестер одағының батыры атағын алғанын да айтсақ та жетеді. Ешқашанда жауынгерлердің ерен ерліктері ұмытылмайды. Бүгінде біздің міндетіміз отанымыз бен жеріміздің адал патриоттары болуымыз қажет. Еліміздің туын әрдайым биікте ұстайық. Рахмет аяулым, дұрыс айтасың, әркез отанымыз жүрегімізде болу керек. Ал қазір қазағым, өзің жайлы мәңгі ән жазамын. Қазағым, жаным қазағым, бар байлығым сенсің бағалым деп ән арнайтын республикалық байқаулардың жеңімпазы Омарғалы Еркеназ. Азаттығымның айғағы, желбіреп тұрған байрағы, береке тұнған Атырау Алтай аймағы, асқақтап тұр бүгін елдің айбары. Бақытымның бастауы сенсің азат күн, арайлы өткен аспанның еркін қазақтың, туған өлкем сендей жер табам қайдан, көгімде сенің қанатымды жайған. Қазағым, өзің жайлы мәңгі ән жазамын. Қазағым, жаным қазағым, бар байлығым сенсің бағалым. Көңілі жақын халқым бар, қасиет тұнған салтым бар. Алдында ұлы арман күн, елім талпынған киелі
өзің жайлы мәңгі ән жазамын. Қазағым, жаным қазағым, бар байлығым сенсің бағалым. Өзің жайлы мәңгі ән жазамын. Қазағым, жаным қазағым, бар байлығым сенсің бағалым. Жарайсың Ерканас, әрдайым еліміздің патриоты болып жүргенің барша көрермендерді қуантты деген ойдамыз. Келгеніңе рахмет айтамыз. Осы маңызды күні халыққа білдірер тілегің бар шығар. Я, еліміз аман болсын. Біздің болашақ үшін күрескен ардагерлер әр кез жүрегімізде болады. Шақырғандарыңызға рахмет. Келесі кішкентай қонақтарымыз керемет өлең шумақтарымен Қалдыбай Айсұлтан Ернұр қызы Елина. Тәуелсіздік алған күн 16 желтоқсан, тәуелсіздік алған күн, берекеге ет тосқан, атам менен барғам, мерекеге шығам, бүкіл халық бір қой, отандастарға тәуелсіздік ұлықтай. Аралаймын аланды, тәуелсіздік алған күн, мерекеге ел тосқан, сырқады бән салған күн. Нұрали, саған бір сұрағым болып тұр. Сен өскенде әскерге барып, сарбаздар қатарына қосылып, отан қорғап, еліңе қызмет етесің. Бірақ ол үшін ер балалар қай пәнмен танысу керек деп ойлайсың? Әрине білемін. Ол үшін арнайы алғашқы әскери дайындық пәні өтіледі. Ол туралы досымыз Ғалымжан айтып берсін. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Еңсесі биік жеңіс күнімен құттықтаймын. Осындай ұлы жеңіске қол жетуге көмектескен батырларымыздың арқасында бейбіт өмір кешудеміз. Ер есімі әрдайым ел есінде. Жеңіс деген шат күлкісі баланың, тыныштығы жермен жаһан даланың. Жеңіс деген сылдыр күлкі асқаған, тыныштығымыз сол жеңістен басталған. Ал енді достар, бізге болашақта жүктелген міндетіміз отанымызға, елімізге, жерімізге қорған болу. Сол үшін ақылды, отансүйгіш болып ер жетуіміз қажет. Жас ұрпақты патриотизм үлгісінде тәрбиелеу маңызды іс болып саналады. Тәрбиенің бұл бағыты жастарды өз отанын сүюге, елін қорғауға, ұлттық әскер сапында адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулайды. Білесіздер ме достар, әрқашан көк байрағымызды биікте ұстауымыз үшін сарбаздар қатарына қосылып, жерімізді жаудан қорғауымыз қажет. Ал ол үшін үлкен сыныпқа көшкен кезде бізге алғашқы әскери дайындық сабағы қосылатын болады. Бұл пән не үшін керек екені туралы жас сарбаз жетекшісі Талғат Егізбайұлы айтып береді. Сәлеметсіз бе, Талғат ағай? Саламатсыз ба, Ғалымжан? Жас сарбаздар сыныбында оқушылар қандай мақсатпен оқиды және оның болашағы қандай? Жалпы жас сарбаз сыныптан оқушылар, біздің мақсатымыз болашақ Қазақстан Республикасын қорғаушыларды дайындау.
Жалпы біздің ата заңымызда айтылғандай, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы өз отанын қорғауға міндетті және ол парыз болып табылады. Сол міндеттерді іске асыру үшін біздің мектебімізде 5-ші сыныптан бастап оқушылар жас сарбаз сыныптарында тәрбие алады. Біздің мақсатымыз жоғарыда айтып өткендей, жоғарғы әскери институттарға баратын оқушыларды біз мектеп қабырғасында дайындап, оларға алдын ала әскери тәртіпті, әскери қару-жарақтың түрлерін, әскери қарым-қатынастың барлығын осы сыныптың қабырғасында біз қалыптастырамыз. Жас сарбаз сыныбы туралы ақпарат беріп өтсеңіз. Мен өзім жоғарыда айтып өттім, жалпы жас сарбаз сыныптары біздің мектебімізде осы әскери дайындықпен шұғылданады. Барлық Қазақстан қарулы күштерінің әскер түрлері туралы, қарулы күштері туралы ақпарат алады және өздерінің спорттық дайындықтарын жетілдіріп отырады. Біздің жас сарбаз сыныптарының оқушылары осы басқа сыныптарға қарағанда кішкене ерекше тәртіптері. Олар басқа сыныпқа қарағанда мектепте сағат 4-ке дейін өткізеді уақыттарын барлығы. Сен сол уақыттың ішінде біз балаларға барлық әскер түрлері, жалпы тек қана әскер түрлері емес, сонымен этика, мәдениет туралы, рухани мәдениет туралы балаларға білімдерін қалыптастырамыз. Яғни біз жас сарбаз сыныптарын бітірген балалар осы 9-шы сынып бітіргеннен кейін жан-жақты Қазақстан Республикасының азаматы болып қалыптасады. Талғат Егізбайұлы, берген ақпаратыңыз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Саған да рахмет, Ғалымжан. Жеңіс күні адамзат аңсап жеткен күн. Жеңістің туын тіккен 1945 жылғы 9 мамыр азат күресінің айбынды күні. Сөз соңында айтармыз, ел жұртымыз аман, берекелі заман болсын. Отанымызды сүйетін балалар көбейе берсін. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.